Құрметті қалайық, бәйге сүйер барша қауым. Баласы атқа шапса, анасы тақымын қысады демекші, Қытайдағы қазақтар жиі шоғырланған Моңғолкүре ауданында үлкен 80 километрлік қазанат бәйгесі өтіп жатыр. Бұл ат шабыстың ерекшелігі әр 20 километр сайын ұзақ жерге шабатын аттың жүрек қағысын тексеріп, сол бойынша соңғы 80 километрлік мәреде бірінші бәйгені бекітеді. Сіздер жарыстың жалпы жағдайын білу үшін қай ат бірінші болып келді, немесе қай ат алдымен келгенімен жүрек қағыс жағынан өлшемге толмай бәйгеден қағылды. Осы мәліметтерді білу үшін біздің осы керек дерек YouTube каналға жазылып, келесі мазмұндағы хабарды көруге дайын отырыңыздар. Біз сіздерге нақ майданнан жарысты жіберіп отырамыз. Қазірше бірінші, екінші болып келген Байұңғоли жерінің екі тұлпары, Керат пен Көгат өтпей қалды. Сонша 80 километрді бағындырса да. Ал үшінші болып келген сол жергілікті Моңғолкүре қазақтың аты бәйгелі болуға үміткер дейді. Осы жағдайда сіздерге аздан кейінгі екінші хабарда қайта жіберетін боламыз. Ат бәйгелі болсын. Қазақтың жылқы десе делебесі қозатыны міне осы хабардан да анық. Осы орайда сіздерге ерекше атап өтетін жағдай, қазақта жақсы сөз бар. Бақ шаба ма, бап шаба ма деп. Міне бақ шауып отыр. Ешкім көзге ілмеген сол Моңғолкүре жеріндегі ат фермасының саяхатшыларға мінгізетін қарапайым ғана қазақ жылқысы ойламаған жерден 80 километрде алдыңғы мәре сызығын басып отыр. Қазіргі елді таңғалдырып таңдайынан су ағызып отырған осы қазақ жылқысы бірінші болуға үміткер. Таңғалатын жағдай. Жай саяхатшыларға мінгізіп жүрген жылқы. Жүрек қағысы 62-ден төмен өлшемге толып тұр дейді. Ал басқа одан бұрын сіздерге айтып кеткен бағанағы Байұңғолидың екі жылқысы жүрек қағыс жағынан өтпей тұр. Үлкен тексеру, өлшем. Шын жүректің кім екенін, жүрегінің мықты екенін тексеретін осындай әділ жарыс қай аттың қазанат екенін дәлелдейді. Және де қызық мәліметтерді, жарыстың толық мәліметін алда сіздерге айтатын боламыз. Алдарыңызда тұрған 58 нөмірлі саяхатқа мінгізіліп тұрған мына қарапайым қазақ жылқысы міне жүрек өлшем қағысы 64-тен төмен болу керек. Осы шартқа толып 62-ні көрсетіп тұр екен. Жарыс әлі аяқталған жоқ. 10 сағаттың ішінде біту керек жарыста. Алдыңғы аттар келіп болған, соңғы аттар әлі көмбеге жетпеген. Сол соңғы аттар келгеннен кейін нақты жарыстың өлшемі мен мәліметі шығады. Қазірге осы 58 нөмірлі қазақ жылқысы үміткер, бірінші орында. 64-тен жоғары шығып кеткен алдыңғы екі ат қазірге жарыстың өлшеміне толмай тұр. Әттең-ай дейміз, бірақ қарапайымдылық. Қазақтың жылқысы бәйгеден келсе, неге қуанбасқа? Қытай жаққа барып Моңғолкүрені көрген, ол жақтағы қазақтың өмірін білетін, қазақ жылқысының мықтылығын сезетін Қазақстанның ат бегілері баяғыда сол Моңғолкүренің жылқы фермасында қазақтың бұрынғы атының қаны сақталған екен, қазанат сонда екен деген сұхбатты бергенін талай естігенбіз, көргенбіз. Міне, сол сөзімізге де бүгінгі жарыс дәлел болып тұр. Құрметті ағайын, осы YouTube арнамызға жазылу үшін арнайы қондырғы тұр. Бізге жазылыңыз, талай мәліметтерді жіберетін боламыз. Ал TikTok көрермендер үшін TikTok парақшаның басында арнайы YouTube қондырғысы тұр. Сол жерді басып, толық мәлімет үшін YouTube каналға өте аласыз. Ел аман, жұрт тыныш, атымыз бәйгелі болсын. Құрметпен, керек дерек арнасы. Жалғасы келер санда. Назарларыңызға қазір бізге жеткен нақ майданның көрінісін болған жағдайды жіберіп отырмыз. Көз айын болып тамашалаңыздар. Ал жарыстың соңғы нәтижесі 78 000 юан бас бәйге. Одан кейінгі жүлделердің ақысы кімге берілді? Бәрін келесі мәліметте айтатын боламыз. Ол үшін тіркелуді ұмытпаңыздар. Қытайдағы 78 000 юан бас жүлде
біздің Қазақстан теңгесімен айтқанда 6 миллион теңгеге барабар. Ол қазаққа бұйырса, бәріміз үшін қуаныш. Қазақтың жылқысы бәйгеден қалмасын. Мінеки ағалар 80 километрдің бірінші аты келе жатыр. Артында ат жоқ. Жалғыз өзі. Екінші ат, 80 километрдің екінші ат. 41-ші номер. Айтжан бар. Ya 26 nömір Байымбұлақ көкші бар. Кеп болды. Азыр енді жүрек соғысын тексереді, екінші аттар әлі жоқ. Байымбұлақ екен. Үргелділеріңіз 80 километрдің екінші басқыш 20 километрін бітіріп кеп алды. 40 километрінде бір боп келді көмбеге. 60 километрі және бір боп келді. Енді соңғы 20 километріне жол алар азыр уақыт қошқанда міне. Соңғы нәтижесінде бір болды, 80 километрде. Көк аттың жүрегі өтпей қалды. Міне бірінші ат. Алдымда бір 15 ат бар ма екен, 13 ат бар ма екен. Байын қалдық жігіттерді аңылып бар атамын. Gitti 80 kilometre. Seksekki etti beni. Now 40 kilometre. Ha, ушба, ha, сышха, сәшба, ашар, сәнче, ушсан, шысан, шие, сышба, ушысы, ашылё. Ашсан, ашсан. To'xta şeymi bir tartayın. Ya mana 107 degan kertoy bo'lat olsa ekan, men qatqaya o'sha qilay. Buna hozir 40 kilometrda birinchi bo'lib tur ekan. Келесі санда жарыстың жалғасын, мәре сызығын көрсететін боламыз.